3 1 2 Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабағымызда біздер екі компонентпен танысамыз. Яғни ол осы Arduino'да жоба жинауда алғашқы кіріспе деп айтуға болады. Оның біріншісі біздерде жарық диод, яғни лампа деп ойластыра беруге болады, жарық диод. Екіншісі ол біздерде кедергі. Қазақша кедергі, орысша резистор деп атайды. Енді жарық диодпен бастайық. Жалпы жарық диод дегеніміз онда Arduino жинақтың ішінде екі контактісі бар. Жалпы лампы. Қазір жарық диод тауып алайын. Жарық диод дегеніміз Arduino жинақтың ішінде екі контактісі бар. Мінекей көрінетін көрінбейтін. Тақтатып қарайық. Мінекей плюс-минус аяғы бар. Ұзын қысқа аяқтар контактілер бойынша. Яғни біздер осы Arduino арқылы бүгінгі сабағымызда жарық диодты басқарамыз. Яғни өзіміз қалаған уақытқа қосып, қалаған уақытқа қалай өшіреміз, өшу жылдамдығы, қосу жанып тұру жылдамдығын барлығын программа арқылы басқаратын боламыз. Енді жалпы жарық диодтың ең бірінші Arduino көбіне ең бірінші неде қолданады? Ғылыми жобалар жасауға. Әртүрлі жобаларға, ғылыми жобаларға, халықаралық деңгейдегі, республикалық, облыс деңгейдегі қатысуға, бірақ оның барлығында бір стандарт бар, ол ғылыми жоба жасаудың сауаттылығы. Жалпы электроникамен жұмыс жасаған уақытта ең бірінші қажет нәрсе ол сауаттылықтың біреуі, ол электроникада схеманың дұрыс болуы. Яғни схеманың дұрыс сызылуы. Егер де схема дұрыс сызылатын болса, онда дейтін біздің жобамызда толықтай барлығы дұрыс болады деген сөз. Сондықтан да мен өзім балаларға Arduino үйреткен уақытта міндетті түрде қасына бірге схема сызып үйретемін. Яғни бірінші жинақты жинардың алдында схемамен танысамыз, схеманы сызамыз, сол арқылы ары қарай Arduino'мызда кәдімгідей компоненттерді қосып жинап, бір жобалар жасап жұмыстанатын боламыз. Сонымен жарық диод. Жарық диодтың схемада ұсқыны осы күйде болады. Екі стрелка міндетті түрде. Бұл біздерде жарық диод. LED. Жарық диодтағы мына үшбұрышта тұрған жағы, ол біздерде плюс контакты, яғни анод деп аталады. Яғни мына жерде плюс деп қойылады, мына жағы минус. Біздерде плюс контактыны анод деп атаймыз. Минус контакты қосылатын жағын катод деп атаймыз. Яғни жарық диодта бізде аяғы екі контакттан тұрады. Ұзыны анод, қысқасы катод. Немесе плюс пен минус. Ұзыны плюс, қысқасы минус. Енді екінші компонентіміз бізде ол кедергі. Кедергінің схемада қолданылуы мынандай нәрсе. Мынау Европада және ТМД елдерінің аумағында кедергіміз осы күйде бар. Тіктөртбұрышымыз екі жақтан схемасы. Енді жалпы Америка жақтарда ол мынандай зигзаг бар ма неде келеді. Жалпы бұл кедергінің белгіленуі. Енді көп жағдайда бізде ТМД аумағында, Еуропа аумағында қолданатын болсақ, біз схемада мына бірінші нені көрсететін боламыз. Мына біздерде Еуропа ТМД аумақтарында. Мұнда америкалық форматта кедергіміз осы күйде белгіленетін болады. Енді біз қазір осы екі компонентті қолдана отырып Arduino'ға қосамыз. Бірінші қоссас бұрын схеманы қарайық. Схеманы сызып шығайық. Сонымен схемада менде екі компонент бар. Біреуі жарық диод. Жарық диодтың сызылуы. Стрелка деген сөз диодтан жарық шығады деген сөз. Егер де бұл екі стрелка болмайтын болса, онда ол жарық диод емес, жай ғана диод деген компонентке айналады. Енді кедергінің жалпы қызметі қандай? Arduino жинақтың ішінде үш түрлі кедергі кездеседі. Үш түрлі жинақты. Ол 220 Ом, 1 килоом және 10 килоом. 10 килоом. Үш түрлі кедергі кездеседі. Жалпы балалармен жұмыстанған уақытта ең бірінші форматта біздер яғни кедергіміздің түрі қандай кедергі қолданамыз жарық диодқа, соны жаттап үйреніп алған жақсы. Ары қарай сабақ барысында, ертең алдағы сабақтарда біз кедергінің негізгі жұмысымен танысамыз. Жалпы бүгінгі схемада кедергінің мақсаты біздің Arduino Uno'мыз тұрақты 5 вольттық ток шығаратын болса,
біздің жарық диодымыз түстеріне байланысты, мысалға біз қызыл жарық диод қосатын болсақ, қызыл жарық диод максимально 2 вольтта жұмыс жанады. Яғни бұл деген сөз жарық диод үшін 3 вольт ардуиннан келетін, ардуиннан 5 вольт шығады, соның 3 вольты артық деген сөз. Бұл артық деген нені білдіреді? Яғни жарық диодтың істен шығуы, яғни жанып кетуі мүмкін. Сондай жанып кетуден қорғау үшін біздер ардуиннан шығатын токпен жарық диодқа қосатын, яғни жарық диодтың анодына қосатын аралықтан біз кедергі қоямыз. Кедергінің негізгі мақсаты артық токты жылуға айналдырып, кернеуді азайту. Яғни ардуиннан 5 вольт ток шығатын болса, ардуиннан 5 вольттық ток шығатын болса, ол ортада кедергіге қосылғаннан кейін, ол біздерде дейтін 2 вольтқа дейін түсу керек. Яғни одан асып кетпеу керек. Сондай жағдайда біздің жарық диодымыз жұмысын жанып кетпей жұмыстанады. Ал егерде дейтін 2 вольттан тым төмен, мысалға 1 вольтқа дейін төмендетіп тастаса, кедергіні көп қойып, ондай жағдайда жарық диодымыздың жұмыс жасауына ток жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да біздер кедергі есептейміз. Ондай жағдайда Ом заңы деген бар. Ом заңы. Енді қазіргі жарық диодқа қандай кедергіні қосуға болатынын есептейік. Бізде бірінші ардуинодан шығатын кернеу УА деп қояйық. Ол біздерде тұрақты 5 вольт екенін білеміз. Жарық диодымыздың уже дейін, жарық диодтың жұмыстанатын кернеуі біздер қызыл жарық диодты қойған жағдайда 2 вольт деп алайық. Сонымен бірге қажетті нәрсе ток күші деген бар. Ток күші жарық диодтікі деп алайық. Жарық диодтың ток күші 20 миллиампер. Бұл нені білдіреді? Ардуинімізда ток кернеу 5 вольт, жарық диодтың жұмыс жасау кернеуі 2 вольт, ток күші. Енді біздің мақсатымыз R-ді кедергіні табу. R қанша болады? Бұны бұлай қарастыруға болады. Мысалға сіздерде үйлеріңізде көп жағдайда, мысалға ваннада бойлер болады, суды қыздыратын. Сосын дейтін, сол су қызғаннан кейін біздер арғай краникті ашып, өзімізге жаңағы душқа неге мысалы түскен кезде қолдана аламыз. Енді сол бойлерді елестетейік. Былай дейік, бойлердің көлемі ол біздерде кернеу. Яғни неғұрлым бойлер үлкен болатын болса, соғұрлым кернеу көп болады деген сөз. Мысалы 5 вольт бізде батарейкаларымыз бар да, А типтегі батарейкалар, патчик батарейкалар, олардың дейтін мысалы кернеуі 1,5 вольт. Ал енді сонымен бірге микрофондардың ішіне қосатын кернеу неміз бар да, кроновый батарейкалар бар да, крон батарейка. Олардың кернеуі 9 вольт. Немесе біздер мына светті қосатын розеткада келіп тұрған токтардың барлығы, оның кернеуі 220 вольт. Яғни солай көлемі арта берген сайын, бойлердің көлемі артқан сайын, оның сыйымдылығы артқан сайын кернеуі де артады деп есептеуге болады. Сонымен үйімізде бізде бір бойлер бар деп айтайық. Ол бойлеріміздің бізде сыйымдылығы 5 литрлік, яғни 5 вольт. Бізде, яғни суды құйып алатын бір ыдысымыз бар, ол ыдысымызға тек қана 2 литр сияды. Ол біздерде жарық диодымыздың сыйымдылығы. Жарық диод максимально 2 литрлік нені қолдана алады, суды ғана сыйдыра алады. Келесі 20 миллиампер деген сөз, ол сол ыдысымызға келетін ток күші, яғни ыдысымызға келетін судың ағыны. Бұл біздерде дейтін бойлерден берғай келетін трубаны қарастыруға. Неғұрлым труба жуан болса, ток көп ағады, бірақ напор аз болады, яғни ток күші аздау болуы мүмкін. Неғұрлым бізде трубамыз жіңішке болған сайын, одан шығатын суда напор қатты болады. Ондайша сәйкесінше ток күші де көп болады деген сөз. Біздерде жарық диодқа келетін ток күші біздерде 20 миллиампер. Ал енді R дегенімізде, R деген ол біздерде краник. Краникті ашып жауып, біздер дейтін суда ағатын, яғни ток күшін немесе су ағының көлемін бәрін өзіміз басқара аламыз. Керек кезде жай ғана мысалға неғұрлым ток күші көп келгенменде бізге ыдысқа құйылатын нәрсені біз кейде краникті ашып жабу арқылы өзімізге қажетті деңгейде басқара аламыз. 2 вольт, яғни 2 литрлік суымыз толды ма, краникті басып тоқтатып тастайтындай. Яғни біздерге қажетті краник түрін табуымыз керек. Біздер білеміз, ток ағыны 20 миллиампер, яғни бізде дейтін трубамызда ағатын трубаның қалыңдығын білеміз. Сол қалыңдыққа сәйкес келетін біздер кедергіні, яғни былайша айтқанда краник табуымыз керек. Оның Ом заңында формуласы қалай болады? Қазір мен дейтін мына жерде. Мына жерді кетірейін бака. Сонымен Ом заңының формуласы. Ом заңының формуласы R тең болады. U ардуиноның кернеуі азайтамыз жарық диодтың кернеуіне. Оны бөлеміз жарық диодтың
ток күшінен иж. Сонымен біздерде 5 вольт, азайту 2 вольт, 20 миллиампер деген 0,102 да. Осыған бөлеміз. Соған бөлгенде біздерде дейтін ол 100 ом деген шығады. Енді бізде Arduino жинақтың ішінде бана айтып кеткенде 3 түрлі кедергіміз бар. 220 ом, Arduino стандарт жинақтың ішінде 1 килоом немесе 10 килоом. Яғни бізге қажеті 100-ге жақыны. Ол біздерде 220 ом. Яғни Arduino жинақтың ішінде жарық диодты жинаған уақытта біздер 220 омдық кедергіні қолданатын боламыз. Олай болса, осы 220 омдық кедергіні қолданып схеманы сызып қарайық. Так, мына жерлерді қайттан тағыдай кетірейін. Енді схеманы сызайық. Сонымен, менде жарық диодым бар. Жарық диодым сызып алайын. Так, енді сәйкесінше кедергі. Сонымен, біздер айттым, мына жағы біздерде 3 бұрышта тұрған жағы, ол біздерде анод, плюс контакты. Біздер кедергіні плюс контактыға қосамыз. Олай болса, мен дейтін қазір басқа түстен алып кедергімді орнатып алайын. Мынау менде кедергім болсын. Так. Кедергі, ары қарай кедергіні мен дейтін сандық портқа қосам. Оны былай қызыл түспен қарайын. Ол менде D2-ге қосылсын, D2. Яғни Arduino'дағы digital қатарда екіншісі. Ал енді мені анод жағын мен сәйкесінше Arduino'дағы GND-ге қосам, минусқа қосам. Мынау біздерде GND минустың белгіленуі, GND. Сонымен, бұл біздерде жарық диодты Arduino'ға қосу схемасы. Яғни осыны қарап, өздеріңізге дәптерлеріңізге сызып алсаңыз да болады. Енді дұрыс жазылуында мынау былай болады. Так, мынау біздерде R тең болады 220 ом. Осылайтып қасына сызып жазып аламыз. Жарық диод, кедергі, екінші контакты. Arduino'дағы D2, Digital 2. Және қысқа аяғы, минус жағы ол бізде GND. Енді осы алынған мәліметті қолдана отырып Arduino'ға жарық диодты жинайық. Так. Arduino'мыз макеттік плата. Так. Arduino макеттік плата. Екеуін жақындатайын. Так. Сонымен, Arduino'м бар, макеттік платым бар, енді жарық диодты аламын. Светодиод, орысша светодиод, қазақша жарық диод. Жарық диодымды алып, макеттік платаға кез келген жерге орналастырамын. Енді мынаны қарайық. Менде мына оң жағындағысы майысып тұрған жағы, ол менде жарық диодтың ұзын аяғы. Яғни ұзын аяғы менде оң жақта тұр, қысқа аяғы сол жақта тұр. Сол қасиетті қолданамын. Кедергімді аламын. Кедергімді оның алдында макеттік плата кешегі сабағымызда өткен сабағымызда. Яғни міндетті түрде бір аяғы менде жарық диодқа жалғану керек, екінші аяғы бөлек жату керек. Себебі ток бірінші кедергіге келу керек, кедергіден өтіп барып жарық диодқа баратындай болу керек. Мен мына жарық диодының номиналын өзгертейін. 220 ом. Сонымен менде жарық диодым 220 ом. Кедергім 220 ом. Енді осыны қосайық. Сонымен бірінші қара түсті провод алып, Arduino'дан GND-ден жарық диодтың минус контакт аяғына қатарына қосам. Жарық диодым минусқа қосылды. Енді қызыл түсті алайын. Мен оны банайтын D2-ге, мінеке, digital қатар, содан екінші порт. Так. Бұндай емес. Қатарға қосамын. Сіздерге көріну үшін байынан ал. Сонымен, қалай қосылды? Қызыл жарық диодым менде катод минус аяғы арқылы Arduino'дағы GND-ге қосылып тұр.
анод ұзын аяғы кедергі арқылы менде D2-ге екінші портқа қосылып тұр. Енді жұмыс жасау логикасы принципі қалай? Яғни көп жағдайда схема жинағанда қателік жіберетіндер мындай. Резисторды дұрыс қоспайды. Көп жағдайда мына резистор жоғары қоспайды. Мақсат мынандай нәрсе. Arduino питание алғанда минус тогын, так, минус ток, көк түспен алайын. Минус ток бірден ол қосылып, мына нүктеден келеді, арғай ток өтіп, жарық диодыма минус ток келіп тұрады. Енді біздер программаны арғай қосқаннан кейін біздер плюс токтың жұмыс жасауы. Плюс тогымыз екінші порттан ток шығады, бізде проводтың бойынан ток өтеді, ток келіп резисторға келеді. Резисторға келеді, резисторден арғай шыққан уақытта уже басқа номиналдағы ток шығады, яғни азайтылған 5 вольттан азайтылған сол біздерді арғарай жарық диодымызға барады. Яғни 220 ohmдық кедергіміз токты өзгертеді. Егер де олай мысалға проводты бірден бұна жаққа қосып жіберетін болсақ, бұрып, ондай жағдайда ток бірден жарық диодтың өзіне барады да кедергі өзінің қызметін атқармай қалады. Көп қателіктердің біреуінде мысалға проводты алады да мына жаққа қосып жібереді. Бұл жағдайда резистордың тұрғаннан тұрмаған артық. Себебі ток бірден жарық диодқа бара алады. Ол артқа резисторға қайтып, кері қайтып келіп жүрмейді. Соны ескеру керек. Сонымен бірге тағы да бір нәрсе, мысалға мен төменгі жағына қосым, одан болса ең астының ғана қосуға болады. Біздер білеміз, мына қатардың барлығы ток өткізеді. Ток қызыл проводтың бойымен келеді, жоғарыға көтеріліп резистордың бір контактісіне өтеді, содан ары қарай азайып барып, ары қарай бізде жарық диодымызға барады. Енді программасын қарайық. Жарық диодтың басқарудың программасы. Так. Программаны әдейі үлкейтіп қойдым, қазір түсіндіргенде көріну үшін. Так, енді программаны түсіндірейін. Сонымен, бұл жерде программа int red 2 деп тұр. Int деген ол біздерде айнымалы. Int айнымалының типі, яғни қандай тип береді? Red деген айнымалымыз, integer деген сандық тип береді. Integer деген Arduino программа тілінде минус 32 мыңмен арасында қандай да бір сандар бар. Плюс 32 мыңның арасындағы сандар жиынын қамтамасыз етеді. Яғни Arduino IDE-нің ішіндегі программа тіліндегі ең аз жадты памятті қолданатын сандар жиыны, сондықтан да біздер int деп аламыз. Яғни бұл айнымалы, себебі неліктен программа тілінде типті көрсету керек? Себебі математикадан біз білеміз, сандар шексіз. Ең үлкен сан деген жоқ. Яғни әлі ең үлкен сан табылған жоқ, шексіз кете береді. Сондықтан да біздер жай ғана типті көрсетпей редті қоятын болсақ, бұл программа тілі біздер сұрайды. Бұл айнымалы қай типке жатады? Мен қандай типпен жұмыстанамын? Ол сол арқылы өзінің 32 килобайт памяттің ішінде соған дейін жете ме? Яғни памятте соған байланысты реттеу керек бөліп, себебі арғы тағы да басқа командаларды орындайды. Сондықтан да біз міндетті түрде айнымалы хабарлағанда оның типін көрсетеміз. Енді 2 деген нені білдіреді? Ол біздерде жарық диодымыз қосылған порт. Яғни екінші портта қосылғанын хабарлап тұр. Жарық диодымыз екінші портта. Red деген атау, айнымалы атауын өздеріңіз білесіздер. Мысалға, Redтің орнына LED деп жазасыздар ма, әлде дейтін мысалға адамның аты немесе R деген бір әріппен сияқты хабарлап өзгерте береді. Ол айнымалыға маңызды емес. Міндетті түрде жарық диодтың түсімен сәйкес болу керек деген сияқты ондай принцип жоқ. Енді жалпы Arduino'да 2 негізгі функция бар. Біреуі void setup функциясы, екінші void loop функциясы. Void setup функциясы бір рет орындалатын функция. Яғни біздер мысалы бұрын компьютерге программа орнатқан кезде міндетті түрде интернеттен жүктеп алғаннан кейін біздер соның ішіне кіріп setup exe деген табатын едік. Setup exe-ні басамыз, сол кезде бізден ойын немесе қандай да бір программа біздің компьютерімізге орнатылады. Тап сол сияқты void setup деген орнату функциясы. Бұндай жағдайда Arduino'дағы әрбір пиндар 0-ден баса 13-ке дейінгі, аналогтағы A0-ден баса A5-ке дейінгі барлық пиндар екі режимде жұмыс істейді. Олар либо токты шығарады, либо немесе сигналды қабылдайды. Біздер соның ішіндегі екі режимнің біреуін таңдап, екінші режимді өшіріп тастаймыз. Яғни пин мод, пин және мод деген екі сөзден құралған. Пин деген порт, мод деген режим. Пин мод деген сөз режим порта, порттың режимі. Қай порт жайлы айтып отыр? Red деген айнымалы қосылған порт. Ол біздерде екінші порт. Қандай режимде жұмыс істеу керек? Ол біздерде output деген режим. Яғни
екінші порт, оның алдында екеу қабылдайтын болды ғой, немесе ток шығара алады, немесе сигнал қабылдай алады. Біздер сигнал қабылдай алатын режимін өшіреміз де output деген, яғни ток шығаратын режимін қосамыз. Алдағы уақытта ол түсінеді, red деген red айнымалысы бар екінші портымыз әрқашанда токты шығарумен жұмыс жасайды программада. Осы программада, басқа барлық программа бәрінде емес. Сондықтан біз мынандай режим көрсетіп кетеміз. Сонымен программаны жүктеген кезде ол мына қатар тексереді. Сосын void setupқа кіреді, әрбір функцияның басталғаны туралы фигуралы жақша ашылады, және ол функция аяқталған көрсететін жабылатын фигуралы жақшамыз бар. Сонымен void setup-тың ішіне кіреді де команданы көреді. Яғни екінші порттың режимін екі режимнен тек қана біреуін қалдырады. Ол режим біздерде шығару режимі output. Сосын void loop-қа өтеді. Void loop басталады, және void loop аяқталатын бар. Loop деген ол біздерде цикл. Яғни біздер қазір Arduino-ға жүктегеннен кейін шексіз орындала беретін программаның орындалған көзіміз көріп мәз болып отыратын нәрсе ол біздерде void loop функциясы. Яғни void loop функциясына біз денесіне 4 команда жазамыз. Digital write. Digital write. Қарап тұрсаңыздар, екеуі екі түрлі сөз. Digital деген бізде цифровой, яғни сандық қатарымыз, мінекей. Мына digital деген сөзге байланысты тұр. Digital write деген жазу. Яғни сандық қатарға команда жазамыз. Қандай команда жазамыз? Height. Height деген ол біздерде жоғары. Яғни red айнымалысы қосылған, red айнымалысы бар портта ток жоғары шығу керек. Жоғары шығу керек деген сөз, мына қатарда жоғары шыққанда максималды 5 вольттық ток шығарады. Яғни 5 вольт ток шығарады. Содан кейін команда delay. Delay деген аудармасы қазақша күту, немесе ұстап тұру. Орысша задержка дейді. Яғни delay 1000 деген delay командасы миллисекундпен жұмыс жасайды. 1000 миллисекунд 1 секундқа тең болады. 1000 миллисекунд 1 секундқа. Яғни delay 1000 деген сөз 1 секунд бойына мына red айнымалысы қосылған қатарда high режимде, жоғары режимде ұстап тұрады. Сырт көзге қарағанда біздің жарық өтіміз 1 секунд бойына жанып тұрады. Себебі 1 секунд бойына максималды ток Arduino-дан екінші порттан 5 вольттық ток шығып отырады. 1 секундтан кейін қайттан digital write, red и low деген команда жазылады. Low командасы. Low деген ол біздерде төмен. 1 секундтан кейін екінші порт ток шығаруды тоқтатады. Төмен дегеніміз ол біздерде 0 вольт. Яғни 1 секундтан кейін екінші портымыз red айнымалысы екінші порт кернеуді 0 вольтқа құлатады. Қанша секунд құлатқан күйінде ұстап тұру керек? Тағы да delay 1000 секунд. Енді мынандай жағдай бар. Көбі үйрену ғана 1000-ды өзгертпеу керек, немесе біреуін өзгертсем екінші сондай болып деген нәрсе жоқ. Сіздер мысалға жарық диодты 3 секундқа қосып 2 секундқа өшіруге, немесе 10 секундқа қосып 20 секундқа өшіру сияқты мынарды өздерін өзгертесіздер. Егер де мен бірінші жағдайда мысалға жарық диодты 5 секундқа қосқым келсе, delay 1000 емес, оны не жасаймын? Delay 5000 етіп өзгертемін. 3 секундқа өшіргім келсе, екінші delay'ді 1000 емес 3000-ға ауыстырамын. Сол кезде менде жарық диодтың 5 секунд бойына жанып тұрады. 5 секундтан кейін 3 секунд бойына өшіп тұрады. Жанат, өшеді, жанат, өшеді. Яғни high біздерде жағатын команда, low бізде өшіретін команда. High жағатын, low өшіретін. Егер де delay командасы болмайтын болса, бұл Arduino-ның дейтін ақпаратты беру жылдамдығы миллионға дейін кетеді. Себебі Arduino Uno арқылы айттым ғой, GPS сигнал алуға болады, телефондарға хабарласуға болады, домофон жасауға болады, домофон кілттеріндегі кодтарды қарауға болады. Сондай жағдайда ақпарат жылдамдығын біздер өшіре береміз. Ең по умолчанию дейді, 9600 боттан бастап ақпарат жылдамдығын 115 миллионға дейін көтеру керек. Яғни сондай ақпарат жылдамдықпен жұмыс жасайтын контроллердің біздер жұмыс жылдамдығын, жиілігін біздің көзіміз сәйкес келмейді. Егер delay болмайтын болса, біздің көзімізге жарық диод, яғни бір фиксация еткен жанып тұрған болса, жанған күйінде көріп тұрамыз, қайттан өшкенін байқамаймыз. Немесе өшкен күйінде қалып қалатын болса, онда біздің жарық диодымыз жанбай, тек қана өшіп тұрған сияқты болып көзімізге солай көрінеді. Сондықтан да біз айырмашылықтарды көру үшін міндетті түрде delay қоямыз. Delay-ді 1000-нан кішірейтуге де болады, міндетті түрде қатып қалған 1000 емес, немесе жаңа айтқандай үлкейтуге де болады. Енді программамызды тексеріп қарайық. Так. Сонымен начать моделирование. Мінекей, жарық диодтың 1 секундқа жанды, өшті. 1 секундқа жанды, өшті. 1 секунд high, low, high, low, high, low. Яғни мынадан ток 5 вольт шығып тұр, қазір 0 вольт. 5 вольт, 0 вольт. Яғни жанып сөнді деген сөз. Біздерде осыған дейін мысалы сіздерге бір Arduino-дан жобалар көрген жағдайда
о лампочка жанып сөніп тұр дегенде шын мәнінде лампочка 5 вольтқа шығады 1 секундқа 0 вольтқа құлайды. 1 секунд 5 секундқа шығады 5 вольтқа шығады 0 вольтқа құлайды. Немесе программа тілінде high токты жоғары береді, low токты төмен береді. Жоғары, төмен, жоғары, төмен. Жоғары болғанда светодиодымыз жанады, төмен болғанда светодиодымыз өшеді. Яғни бұл біздерде бір жарықдиодты басқару. Егер енді біз осының қасына екінші жарықдиод қосатын болсақ. Так, екінші жарықдиодты жинайық. Так, бұның түсін өзгертейін. Мысалға, жолтыйға өзгертейін. Кедергімді алайын. Схема қосу өте қарапайымды. Так, 220 Ом. Килоом тонлық кетті. 220 Ом. Так, ештеңе өзгермейді. Қайтадан провод таңдап. Жарықдиодымның, сары жарықдиодымның минусын қосам. Келесі басқа түсті алайын, мысалы сары түсті проводты алайық, өзінің түсіне сәйкес макеттік платаға қосамын. Так. Ардуиномдағы 3-ші портқа қосайын. Сонымен менде екі жарықдиод бар. Біреуі қызылым алғашқы менде екінші портқа, екінші сары менде үшінші портқа қосылған. Олай болса, программаны қарайық. Енді мен программада жазылған программаны қайттан қоя қойайын. Так. Сонымен енді программаны талдайық. Көп жағдайда оқушыларға жалпы немесе жаңа курс үйреніп жатқандарға сабақ түсіндірген уақытта бірінші жарықдиодты жұмыстан шыққан екіншісін қосыңыздар дегенде екі рет void setup, екі рет void loop жазып қоятын жағдайлар бар. Мынандай нәрсе бар. Жалпы Arduino IDE программа жазған уақытта void setup пен void loop тек қана бір рет болу керек. Тек оның сол void setup денесі мен void loop денесінің ішіндегі командалар саны артады, компонент саны артқан сайын. Мысалға, бірінші жағдайда менде int red 2 дегенді сіздер білесіздер. Оны жаңа бірінші программамыз болды. Екінші не істедім? Enter мен астына түскеннен кейін int yellow 3 деген. Яғни сары жарықдиодымды үшінші портқа қостым, оның атауын yellow деп қойдым. Ол менде үшінші портқа қосылған. Мінекей, бірінші қатар біріншісімен салыстырғанда не қосылды? Екінші int деген команда қосылды. Void setup біреу, көрсеңіздер, басқа void setup жоқ. Void setup денесі ашылды. Жаңадан қосылған команда үшінші порт үшін, яғни yellow деген айнымалы үшін режим. Бұл да жарықдиод болғандықтан оның режимі де output болады. Яғни екінші портта жарықдиодты басқару үшін қалай ток шыққан болса, үшінші портта да жарықдиод болғандықтан ол жану үшін одан ток шығу керек. Режимі output болады. Келесі, мұнда программа қалай? Digital write red high. Біздер білеміз, high деген жоғары токты қосады. Дәл соның астында digital write yellow low деген бар, төмен. Яғни бұл команда не білдіреді? Бір жарықдиодым жанып тұрғанда екінші жарықдиодым сөніп тұрған команда тұрады. Және ол команда екеуі delay 1000. 1 секунд бойына біреуі жанған, біреуі сөнген күйінде тұрады. Яғни мынау менде қызыл жарықдиод, мынау менде сары жарықдиод. 1 секундтан кейін не істейді? Digital write red low, қызылым өшеді, және сол уақытта бірге параллел yellow high, яғни менде сарым жанады. Яғни басында бұлай тұрады, 1 секундтан кейін бұлай өзгереді. Екеуі осылай. Қызыл жанып тұр, сары өшті. 1 секундтан кейін сары жанады, қызыл өшеді. Бұл да 1 секунд, яғни 1 секунд сайын екеуі режимді ауысып тұрады. Былайша айтқанда, бұл полицияда мигалка сияқты, да? Скорыйдағы полицияда мигалка сияқты екеуі кезекпен-кезек жанып сөніп тұрады. Бұл программадан түсіну керек не нәрсе не? Void setup пен жаңа айтқандай, void loop бір рет, қаншама компонент қоссаңыздар, мейлі 15-20 компонент жалғасаңыздар да, void setup пен void loop бір рет, тек екеуінің ішіндегі, денесінің ішіндегі командалар саны артып отыратын болады. Сонымен тексерейік. Қызыл жанды, сары. Мінекей. Қызыл жанып тұр, сары өшіп тұр. Қызыл жанып тұр, сары өшіп тұр. 1 секундта ауысты.
мінекей екеуі кезекпен кезек. Яғни бүгінгі сабағымызда біздер дейтін енді сіздерге мынандай тапсырма, комментарийге фото жүктеуге болатын сияқты, қателеспесем. Егер дейтін болмайтын болса, бізде телеграм каналымыз бар. Телеграм каналға өтіп, бүгінгі сабақтың схемасын, программасын толықтай барлығын алуға болады. Сілтеме дейтін, яғни сипаттамада жазылып тұрады видеодағы. Және соған дейтін ары қарай сіздер мына бір жарықты өтумен схема қосылуын көрсеттім ғой сіздерге. Сөйтіп екі жарықты өттің схемасын, фотосын жіберсеңіздер, яғни жұмыстан қарап, сосын сонымен бірге бағдаршам жобасын жинап, қасына жасыл жарықты қосып, яғни біреуі жанып тұрған кезде екеуі өшіп тұру керек, сары жанғанда қызыл мен жасыл өшіп тұру керек, жасыл жанғанда қызыл мен сары өшіп тұратындай жоба жасап, телеграм каналға бөліссеңіздер, яғни өте пайдалы болады деп ойлаймын, себебі өздеріңізге де ары қарай жоба жасап тексеріп қарауға. Олай болса, келесі сабақта кездескенше. Ойбай, ай, жарсат